Сингапурдан сәлем бердік достар. Барлығы 13 сағатқа жуық 3 рейспен көкте жүріп, Сингапурға қалай жеткенімді осы видеода баяндағалы отырмын. Алдымен Ақтау әуежайынан Алматыға ұштық. Ұшақтың ұшу уақыты 1 сағатқа шегеріліп, Алматыға сағат 7-ге таман жеттік. Ауа райы өте тамаша болды. Алматының ауа райы да өте керемет еді. Маған Алматының әуежайындағы бір ұнайтын нәрсе ол көрініс. Ал Алматы әуежайында ұнамайтын бір нәрсе ол жүктердің кешіктіріліп берілуі. Алматы әуежайында 6 сағатқа жуық бөгеліп, сағат түнгі 12-лердің шамасында көкке көтерілдік. Бағытымыз Малайзия. Кешкі асымызды ішкен соң көзілдірдік. Таңда Малайзияның аспанында ояндық. Куала-Лумпур әуежайына да келіп қондық. Маған бұл әуежайдағы бір ұнаған нәрсе, екі терминалдың арасында адамдардың қатынауы үшін автоматты пойыздың жүруі. Аздап бөгелген соң Сингапурға бағыт алдық. Міне, Малайзия мен Сингапурдың арасында ұшып келеміз. Сингапурда көрінді. Сингапур әуежайында ең алдымен иммиграциялық бөлімнен өтесіз. Бұл иммиграциялық бөлімнен өткеннен кейін ғана сізге жүгіңізді береді. Әуежайдан шыққан кездегі ең бірінші қатты таңғалдырғаны қаланың өте ыстылығы және ылғалдылығы. Салқын әуежайдан бірден ыстық саунаға кіріп кеткендей сезімде болдым. Міне үйге де келіп жеттік. Мені екінші бір таңғалдырған нәрсе Сингапурда күннің өте тез ерте батуы. Мына видео сағат 7:30-8 кезінде түсірілген. Жаз мезгілінде Қазақстанда күн сағат 9-дың шамасында бататынына үйренген. Маған бұл алғашында қызық болып көрінді, артынан үйреніп кеттім. Мынау менің бөлмемнің терезесіндегі көрініс. Келесі видеомда Сингапурға не үшін келгенімді айтып бермекпін.